Екінші бөлім 50-55 жас. Ол өмірінің көп бөлігін жұмыс істеп, мүмкін балаларын тәрбиелеп және көптеген міндеттер атқарып өткізді. Бірақ енді осынша жетістікке жеткен соң, ол шын мәнінде бақыттымын ба деген сұрақпен бетпе-бет келеді. Егер жастық шағында тек материалдық игіліктерге ғана назар аударса, қазір ол уақыттың, тыныштықтың және өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндіктерінің құндылығын түсінеді. Көпшілік үшін бұл жылдар артық дүниеден арылу кезеңі. Қарапайым болуға деген ұмтылыс пайда болады. Әрі физикалық, әрі ой жағынан. Адамдар өздерін шаршатып, күйзеліске түсіретін нәрселерден алшақ болғысы келеді. Және санаулырақ таңдау жасайды. Артық шығындар, үстірт қатынастар және мәнсіз уайымдар біртіндеп қарапайым да мағыналы өмірге орын береді. Тепе-теңдікті орнату процесі сонымен бірге жан мен тәннің үйлесімін қамтиды. Яғни жас кезде денсаулық мәселесіне жиі жеткілікті көңіл бөлінбейді. Алайда 50 жасқа келгенде дененің беретін белгілері айқынырақ бола бастайды. Жас кезде адамдарды көбінесе таныстардың көптігі қызықтырса, қазір қарым-қатынастың сапасы алдыңғы орынға шығады. Адамдар кімнің шын мәнінде қымбат екенін, қандай қарым-қатынастар рухани қуат беретінін және кіммен уақыт өткізгісі келетінін жақсырақ біледі. Егер сіз некеде болсаңыз, немесе ұзақ мерзімді қарым-қатынаста болсаңыз, бұл жылдар қарым-қатынасты қайта қарау уақытына айналуы мүмкін. Өйткені жұптар енді балаларын өсіріп, өздерінің даралығына көбірек көңіл бөлу мүмкіндігін алады. Бұл жағдай кейбір қарым-қатынастарды жаңартып тереңдете түссе, басқаларында әртүрлі бағытта дамуға келуі мүмкін. Жас кезінде адамға қоғамның қабылдануы, бағалауы маңызды болса, қазір оны басқалардың не ойлайтыны азырақ алаңдатады. Ол еркінірек, өз бетінше бола түседі. Ол өз таңдауын санаулырақ жасап, өзгелердің күтулеріне емес, өз құндылықтарына сай әрекет етеді. Қорытындылай келе, 50-55 жас бұл адам өзінің өткен тәжірибесін жан-жақты бағалап, рухани, физикалық және эмоциялық тұрғыдан тұрақты өмір құратын кезең. Жетістік пен материалдық байлық енді онша мәнге ие болмайды. Тыныштық, ішкі қанағат, саналы қарым-қатынас және қарапайым, бірақ мәнді өмір барған сайын маңызды бола түседі. Адам өз ішкі қайшылықтарының көбін шешіп, кім екенін, нені қалайтынын жақсырақ түсінеді. Әрі өмірін саналырақ басқара бастайды. Келесі кезең — даналықтың тереңдеуі. 55 жас шамасында адам өз өмір жолының ең терең, әрі мәнді кезеңдерінің біріне қадам басады. Бұл ояну кезеңі. 40 жастың басында басталған қайта бағалау және кейінгі тепе-теңдік орнату процесі адамды түбегейлі өзгертті. Оған өмірге басқа көзбен қарауға мүмкіндік берді. Бұл уақытта бастысы тек өмір сүру ғана емес, бастан өткергеннің мәнін ұғыну, өткеннің білімін даналыққа айналдыру. Енді адам өз тәжірибесінен сабақ алып, өмірде шын мәнінде не маңызды екенін ажыратып, өзінің болмысының терең өлшемдерін зерттей бастайды. Бұл жылдар өмірдің өткінші екенін бұрынғыдан да айқын сезінетін кез. Жас кезде уақыт шексіз көрінсе, қазір оның құндылығы мен шектеулері анық сезіледі. Алайда бұл сезім уайым тудырмайды, керісінше саналы өмір сүруге деген ықыласты күшейтеді. Адам әр сәттің бағасын біліп, өмірін қажетсіз уайымдар мен мағынасыз алаңдаулардан тазартқысы келеді. Бұрын шұғылданған көп дүниелердің шын мәнінде аса маңызды еместігін түсіну адамға үлкен еркіндік береді. Даналықтың тереңдеуі өзін-өзі және өмірді түбегейлі қайта қалыптастыруға жол ашады. Жас кезде адамдар үнемі бір нәрсеге ұмтылып, бір жерге жетуге тырысса, бұл жаста болмыстың және сезімнің қуаты ашылады. Сыртқы табыс,
байлық, әлеуметтік мәртебе сияқты факторлар емес, ішкі тыныштық пен үйлесім басты орынға шығады. Адам өзін өмірдің бір бөлігі ретінде қабылдап, табиғат, ғалам және болмыс арасындағы байланыстарды тереңірек түсіне бастайды. Юнг психологиясында бұл тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру процесінің соңғы кезеңдерінің бірі. Енді адам өз менін шетке қойып, өзін үлкен тұтастықтың бір бөлшегі ретінде таниды. Бұл жылдары оның өмірлік тәжірибесі өзгелерге де жарық бере бастайды. Маңыздысы тек өзінің дамуы емес, сондай-ақ айналаға қосатын үлесі. 55 пен 60 жас аралығы адамның өз өміріне кеңірек көзқараспен қарайтын, өткен тәжірибесін кемелдікпен бағалайтын және шынайы тыныштыққа жететін кезең. Адам жастықта үйренгенін, жинаған тәжірибесін және өмірлік философиясын өзгелерге жеткізгісі келеді. Сондықтан бұл жаста көпшілік ұстаз, тәлімгер немесе бағыт көрсетуші рөлін атқара бастайды. Бірі немерелерін тәрбиелесе, енді бірі жас әріптестеріне ақыл кеңес береді. Үшіншісі білгенін жазушылық, өнер немесе әлеуметтік жобалар арқылы бөліседі. Даналық тек үйренуде ғана емес, сонымен қатар білімді бөлісіп, адамзат дамуына үлес қосуда. Бұл жылдар адамдар ұсақ-түйекке қуанып, өмірдің сұлулығын байқай бастайды, сәттің ләззатын сезінеді. Баланың күлкісі, доспен әңгіме, табиғатта өткен тыныш күн, бәрі бұрынғыдан да маңызды әрі қымбат болып көрінеді. Физикалық тұрғыда бұл қартаюдың айқынырақ білінетін уақыты. Бірақ дана адам қартаюды жоғалту деп емес, табиғи процестің бір бөлігі деп қабылдайды. Жастықтың қарқыны бірте-бірте тыныштық пен терең түсінікке орын береді. Адам өзін, кемшіліктерін, қартаюмен келетін өзгерістерді және өмірдің сыйлайтын бар мүмкіндігін қабылдайды. Шынайы даналық тек білу ғана емес, өмірді сол күйінде қабылдау және толық сезініп сүру. Бұл кезеңнің ең маңызды нәтижесі ішкі тыныштықты толық табу. Адам өткеннің ауыр жүгінен босайды, болашаққа қатысты үлкен уайымдардан арылып, осы шақта өмір сүруді үйренеді. Бұрын болған қақтығыстар мен күмәндар орнына терең түсінік келеді. 55-60 жаста өмір шайқас алаңы емес, жаңалықтар мен тәжірибеге толы сапар ретінде қабылданады. Маңыздысы затқа ие болу емес, өмірдің өзін сезіну. Қартаю қорқатын нәрсе емес, қайта рухани кемелдікке жетудің мүмкіндігі.